акшамлар, студияда мен София Шукурова чалышам күнін эсас вақаларақта тариф етмеге hazırмыз. Анайса күні арфесінде қырымлыларны Сергей Аксенов девлет мүкафатларының тақдирледі. Чешіт сағаларда yüksek решмелерге еткен ватандашларымыз хайт етілді. Мерасим Cumhuriyetінің Назирлер шурасында кечті. Бүгін Қырым ве Русия Федерациясы тек қырымлыларның, Русия гражданларының емегі саясында инкишаф ете. Ершей адамларға esаслана. Байрам күні еркезге тешекүр сөзлерні айтмаға істейім. Чүнки сіз олмасаңыз, анаяса күні олмаз еді. Çok sağ olunuz. Еркезге devlet bayramı hayırlı olsun. Tek beraberlikte ve күчлерімізні топлап вазиетні деніштіре білеміз. Бойле де olur. Cumhuriyetinin devlet şurasında ise Kırımlılarını Vladimir Konstantinov mükafatladı. Onların arasında sanayi ve koy hocalığı sanalarının hadimleri, tibiciler, hocalar, medeniyet ve ilim vekilleri, cemaat teşkilatlarının azaları. Kırım parlamentinin spikeri anayasanın mühimligini kaydetti. Тек онда бізім яратыжы ішіміз ве бұ бізім yolımızdır. Русия bu yolға тап біз ватанға қайтмамыздан евел тұрған еді. Амма біз Русия Федерациясының еркянына тез қошылғанымыз. Бізім қануни ерімізні көстере. Ве біз Украина тарафындан көрген ичбір қамачав яда диверсиялар, ялан ақымы ile бізні бойсундырып оламаз. Ахмежет районundan 11 хорантаға yanlı квартиралар берілді. Beklenilgen апартаментінің анақтарларını қазайы мескенден көчірілгенлерге Қырым елбашчысы ве шерефлі мұсафирлер дархаттылар. Cumhuriyetке iş ziyaretinin devlet korporациясы мескен коммуналь хожалық исластына қол тұту фондындан көзетіжі шурасының рейсі Сергей Степашин келді. Федераль акимиетінің фикірлеріне көре Қырым Русияда қазайы мескен олмаған бірінші регион олмақ керек. Бұл планлар насыл етіп амелге кечірележегі ақында Левбет Текелев қамызда. Бір-екі елерім қалтырай, қапылар яқшы. Яны мескенін бақтлы сайплері кеніш қынтавлы квартиранын босағазындан атлайлар. Ваннахане санитар ода ве ашхане донатылған. Очень хорошая кухня. Пек яқшы ашхане, ярық, пек дүлбер күнеш парылдай ершей бызы чун. Ханымлар енді чоқ бекленілген уч одалық квартираны насыл донатажақлары ақында түшінелер. Телевизор диварда, диван ортада ве кичкене маса. Онайтлы район, мектеп бар, балабақчасы, кереклі инфраструктура. Бұл адамлар онлар жейлар девамында Сарабус ве Минлерчі көйлерінің қаза емескенлерінде өмір еттілер. Ниайет, өз евлері ақта арзуларыны керчеклешті. Матвеевлер ве да 10 айле бүгін өз квартираларының анақтарларына елде еттілер. 2021 сене квартираларда 143 қоранталарға берілежек. Бұл қаза емескен кечірілів программасының бірінші басамағы амелге кечірілівінің нетижесіdir. 300-ден зияде адам 2023 сенеге жанақтарларына елде етежек. Бұл эсасен ялтави алушта. Мескен сатын алынacak. Kurmağa yetiştirmeymiz. Amma en azdan bu kazayı meskenler adamlarını normal onaytlı şaraitke көчірмек için vaqtni qisqartar. Bu senenin maqsadlı göstergichlerini 100%-ға yetecekmiz. Программаның екінші басамағы 2024 сенеге девам етірілежек. Она көре 1400 адам көчірілежек. Федераль акимиетінің планларына көре Қырымны Русияда қазайы мескен олмаған бірінші регион етмеге истек бар. Президентінің навалесі бойынша Милли Абаданлық фондундан мескен коммуналь хожалықның модернизациясына 150 миллиард рублей айырылacak. Bu bizim memleketimizin tarixinde birinci kere. Kırım ne kadar bildirse o kadar para ayrılacak. Bu kanalizatsiya, temizlev inşaatları, suf yolu, bir şeyge yaramağan obyektler Sovet Birliğinden kaldı. Biz yakın vakitte istekler bildiriluvini bekleyimiz ve bu aspektni eda etip başlayacağımız. Модернизация лифт хожалығына айт olacak. 25 yıldan ziyade hizmet etken 1150 lift deniştiriливіне 3 milyard 800 milyon ruble ayrılacak. Elmas Ablakimova ve Artur Çalı millet için. Ахмежетте дабыр чоқ қатлы эв номеневи статусны elde etті. Бұл Гагарина соқағында ерлешкен эв тезден Қырым Русияның бірінші қазайы мескенсіз регионы олачақ. Бөйле фікірні девлет корпорация мескен коммуналь хожалық істесіна қол тұту фондына көзетіжі шурасының рейсі Сергей Степашин білдірді. Ой шарет бірілу мерасимде болынды. Bu evnin sakinlerine teşekkürler bildirmege isteyim. Bu her şey sizin ellerinizden yapıldı. Sağ olunuz. Bizim borcumuz sizge yardım etmek.
Cumhuriyetinin paytaxtında Kiyevska soğağında endi bir nümenevi ev var. Ona böyle şerefli işaret berilgen vaqt Rusiyada umumen alğanda böyle status ile evlerinin sayısı 80'ge yakın idi. Yana nümenevi evde sonki 9 yıl davamında elektrika suv bergen ve suv ahızgan sisteması tamir etildi. Şerefli yanı ile tabliçka binanın betini yaraştıracak. Bahçesaray rayonu regionun ictimai-iqtisadi inkişafı boyunca halk programması amelge keçirilüvü boyunca liderlerden biri municipalitette cemaat teritoriyalarının abanalaştırılıvı ayrı yer ala. Almatarhan köyünde endi bir haç azbar abanalaştırıldı. Bu sefer köylüler nihayet merkezi skver açılığını kayıt ettiler. Bu yerge Moskva hakimiyetinin kol tutuvu ile 20 milyon ruble ayrılgan edi. Cumhuriyet üçün cemaat territoriyaları abadanlaştırılıvı umumen pek muhim yöneliş sayılı. Çünkü 5 yıl evvelsi biz aynı şu yönelişte bizim umum Kırım meselelerimiz çözülüvünde böyle gayret ile çalışıp başlayacağımız hakkında bir kimse tahmin etmegen edi. Kırım'dan buyuk eyet Türkiye'ge yaşagan vatandaşlarının medeni humanitar alaqa mevzusuna bağışlanған forumda iştirak etti. Tedbir dekabrının 10'undan 12'sine kadar Ankara şehrinde keçi eyet terkibinde medeniyet, ilim ve kütlevi malumat vasıtalarının vekilleri ORD'de Milli Telekanalının komandası çalışa. Kırım'dan kelgen 40'a yakın adam, onların arasında kütlevi malumat vasıtalarının, teatr, muzeylerinin temsilcileri ve cemaatçılar var. En mühimi ise bütün eğitimler haqta Kırım Tatarlar özleri tarif etiler. Kırım Tatar halkına ayırgan dikkati için Rusya prezidenti Vladimir Putin'ge gösterilgen yardım ve kol tutup için Cumhuriyet başı Sergey Aksionov'a teşekkürlerimizni bildiremiz. Rusya Tashqi ishlar nazirligining resmiy vakili Mariya Zakharova bildirdi ki Turkiyada keçirilgan forum yarımada Kırım Tatar xalqi ichda sıkıştırılmaganini Ukrainaga isbatlar. Biz bu ayrıca gumanitar tedbir keçirilüvü delilini karşılaymiz ve tedbir Türkiye'deki büyük Kırım Tatar diasporasının dikkatini celp eteceğine umut besleymiz. Tedbir hem de Kırım'da yaşagan semedeşlerinin vaziyeti nasıl olğanına aqta tesürat tizmege yardım eter. Yarımadada olğan real al yavaş senzurаны boza, hem de garbi kütlevi malumat vasıtalarından doğrudan doğru blok ete ve dünya topluğunu yüz bergen şeylerini real anlamağa yakınlaştıra. Keriç Yenikali kanalında gemiler ştat rejiminde katnay. Bu haqda Kırım'ın nakliyat nazirliginde haber ettiler. Hatırlatam keçenleri Rusya FSB hizmeti Keriç Boğazı tarafına yol algan gemi haqda haber ettiler. Bu Ukrayna'nın Donbass adlı harbi deniz gemisi. Kursunu deniştirmek talaplarga kulak asmadı. O Keriç Boğazı'ndan 18 mile uzaklıkta bulundu. Gece gemi geri qaytıp başladı. Kırım'da komşularının bu hareketini provokasiya dep adladılar. Doğrudan doğru provokasiya, aşağı kırlı provokasiya. Aynı bu vakit OON General Asambleyasına Rusiyanın müracaatı bakıla. Söz Kara ve Azak denizleri kullanılığı haqda yürsetili. Eğer gemi Rusiya Federasyasının teritoriyasına kirgen olsa, ona karşı ceza tayinlenir edi. Denizcilerini ise hapske almak gerek edi. Suv borularının maxsus sistemasını gelecek sene eksploatatsiyaga tapşırmağa planlaştıralar. Bu sistema yarımadanın şarkka yerleşken Şimali Kırım kanalından tolusını ret etmege imkan verir. Bu haqda Rusya İqtisadi İnkişaf Nazirinin muavini Sergey Nazarov Cumhuriyetke iş devletinin kelgen vaqt tarif etti. Borular yolu 156 kilometrini teşkil edecek sistema Kefe Keriç şehirlerini ve Yedukuyu rayonunu suvnin temin edecek. Şimdi Rusiya Federasyası İqtisadi İnkişaf Nazirinin muavini Sergey Makarovich Nazarov'nın avalesi boyunca biz gelecek sene suv kefege berilüvü meselesi üzerinde çalışamız. Ama suv yolunun umumen obyektinin tapşırılıvı bizde 2023 senege planlaştırıldı. Karar alındı ve biz bu variant üzerinde çalışacağımız. Kefege suvni proyekt schema boyunca 2022 sene geçirmek için. Obyektini ise kontraktka nisbetten 2023 sene yekünlerimizdeyimiz. Karamanşehir'de ikinci kere Kırım Tatarlarının forumu keçi. Onun mevzusu vektor развития и созидания. Tedbirinin esas maksadı Kırım Tatarlarının aktual meselelerini müzakere etmek ve çözmek. Bu haqda Davut Çaxalov'ның lehası.
Adetинче форум башланмаздан эвел иштиракчылар Акъярда Карамани Мудафа мемориалына чечеклер койдылар. Илк сефер тедбир былтыр кечирилген еді. Тешкилатчылар оны йыллык япмага ниетленелер. Бу тедбирлер энди ананеви олуп калды. Миллет, тарих ве айле мевзулары вакыт актуаль олган шейлердир. Өз неселинни билмек, сенден эвел яшаганларны, тамырларыны билмек. Бу өз миллетинен ве тарихинен гурурланмак. Ажайып миллетлер ара мунасибетлерини инкишаф ettirmek demektir. Birinci forumның нәтижелері бойынша Кырым-татар караманлары шерефине приветливый адлы яны мескен комплексте соқақлар адланған еді. Орта кой-койынде жами құрылмасы ақында меселе чизілді. Бұндан да ғайры Камбрик Потапов соқағында реабилитерленген гражданлар үшін чоқ квартиралы эв эксплуатацияға кірсетілді. Бұл сененің форумы нәтижесінде резолюция қабул етілежек. Ве оның эсасында Акъярдың ижра ве канун чыгарыcı органларына мурачаатлар yollanılacak. Бу эмде 46-njy мектепке Решидов ады берилмеси. Эмде Байрамовлар акында канун кабул этилүүгө. Biz буларны канун чыгарыcı топлашуудан беклеймиз. Диний байрамларымыз раатлык күнлери болмалы. Бу эмде бизге олган мединий саамызны илерилетмектир. Акъяр вакыт айрыла еді. Мында ич бир вакыт Кырым татарлар меселелерини колланып айын оюн кечирилмейди. Карардан арткач саясий туз берилмей. Ве эпimiz бераберликте ве муабетликте яшамамыз үчүн темел тапылайды. Форумда алимлер, ожалар, Кырым ве Акъярдын ижра ве канун чыгарыcı органларынын векиллери иштирак этелер. Онлайн форматта өз марузаларынын Түркия, Румыния ве Москвалы кырым-татар диаспоралары чыгышта булуначаклар. Мен эминим, бойлы тедбирлер кечирилүүгө бизге бир меселеге оператив шекилде сесленмеге ве оларнын чезилүү жолларыны араштырмага имкан берер. Бизим умумий тарихымыз бар. Эписи денишмелер 14-njy сене юз берди ве оларнын амелге кечирилүүгө бүгүнкү күнгече девам эте. Олар сык ишбирликте амелге кечириле. Глобаль денишмелер Кырымда, эмде Акъярда юз берди. Бу чарелер эписи президенттин кол тутуунен, Русия Федерациясы акимиетинин кол тутуунен баглы. Енді чоқ шей yapıldı ve daha beraberlikte yapılacak iş de buyuktur. Форум 2 күн девам этежек. Конференция кетишатында onun iştirakçıları Kırım-tatar turmuşu ve medeniyetinin yakınca tanış olacaklar. Musafirler milli esnaflar sergilerini ziyaret etecekler. Davut Çakalov ve Alim Seydaliyev, millet için Akъяр. Кырым пайтақтында йылбаш нарат терегіні ерлештіріп башладылар. Шайырның соқақларында парлах атышчықлер янды. Байрамдан невелки қалабалы хақында невбетті келев хамыз. Ақмежитнің сакинлері ве мұсафірлері йылбаш масалына далалар. Тереклер, тукянларының пенжерелері, фенер столбалары ве евлерінің бетлері гирляндаларнен яраштырыла. Чешіт ренкли атешчіклер кечкен кеткенлерінің диқатыны желпете. Балаларнен берабер буюклерде қуваналар. Красивые? Да. А ты ждешь подарка на Новый год? Да. А что хочешь? Сары, ешіл, қырмызы, мавы ве бейаз. Байрам гирляндаларының түслері ве шекілерінің дайресі кеніш. Авада тылсы мұйты сезіле. Адамлар ойнайлар, ажайып музыканен кейфленелер ве фотолар чекелер. Владимир Селезнев дұғыларны сақламай бала тесюратларынен пайлаша. Эң парлақ даққалар бұ айлейлі яңы йылға ярыштырылған шеер бойы кезінтілердір. Мен балалықтан шеерде қорантамнен кезінмеге севем. Бұ бізім бойле ананеміздір. Шеер дүлберже олғанына қованам. Йыл-йылдан гөзеллеше. Байрам келгенini дуямыз. Қалабалық, ажайып бір вақыттыр. Йылбаш безеклері йыл-йылдан зеңгінже ве мерақлы жаула. Бұсен Ақмежит яраштырылуына 25 миллион рублей айырылды. Ақмежитте емде яңы йыл байрамының эсас тимсаліні ерлештірділер. Бұсене нарат терегі Пушкина ве Горького чапразында тұрajak. Шеер йылбаш ве Рождество байрамларына яраштырылуы бұ айнын башындан алып барыла. Бұ афтанын сонунажы біз былтырки иллюминацияны ғайрадан асмақ ве ерлештірмек бойынша ішні екінлемеге планлаштырамыз. Қошма инстанциялар ве фотозоналар сатын алынды. Шеернің эпосы қысымларында ве скверлерінде ярашықлар ве безеклер ерлештірілмесі өзерінде çalışamыз. Наратның yüksеклігі 20 метрден зияде. Йылбаш дүлберінің атешчіклеріні декабрінің 19 күні яқажақлар. О вақыт Кырым пайтақтың дігер байрам объектлерінде де иллюминация парылдажақ. Ленуза Борсеитова, Лиля Кашка, Дмитрий Низовой, Эльмаса Блакимова, Милет үшін.
Әрбір әсерде Қырым татар нағышларына севғы дойыла. Біз ватандашымыз ақында левхалар циклыны девам етеміз. Бүгін Жанкой районын Жүрғын көйінде яшаған нағыш ұстасы ақында тариф етежеміз. Оны ренклеріні сезмек қабілеті ветті күш техникалары білгені айыра. Чоқ елік тәжірибесі олғанына бақмадан Зөре Зиядинова бұл эснафта білге артыруыны тоқтатмай. Тәфсиратлар бізім левхамызда. Бұйық той кесесіні нағышлайым. Оны келін Киевге нишанға қоя. Епнен ине мевтум еткен ойынны башлай ашықмаған әрекетлер или Зөре Зиядинова кетінде ажайып тылсымлы орнеклерні ярата. Нағышламаға веслігі балалықтан көріні башланды. Кечкене қызчы қанасы янында отырып, о нағышнен оғрашқанны көзетмеге севеді. 5-ші сыныфта емек дерсінде оз әлерінен бірінші адынтеріні тықта. Опек қысқа еді, ама оғында дүлбер бір банд бар еді. Тек бұны қатырлайым. 9-ші сыныфта мен енді яқшы теке едім, эпысы қызларға сарафанлар, антерлер, юбкалар теке едім. Мына бөлі етіп тікіп башладым. Мектептен сон мой себежилікке оқыдым. 1981 сенесі қайға чықты. Сон қорантасы нен берабер Қырымға авдет олдылар. Мұнда енді Али тәсіл алды ве мектепте емек очасы олып чалышты. Қырым татар медениеті нен мерақланып оны огрені башлады. Ананеви милли нағыш ақында малюматны яваш-яваш топлады. Қырым татар нағышыны мен бұ ерде көрдім. Оны бірден бегендім. Юрегім тұташқан кі болды. Өзіме ер тапмайдым. Жүргін мектебінде қараманымыз 20 елдан зияде чалышты. Мектеплілерге Қырым татар урф әдетлері ве ананелері ақында білгі бермеге тырышты. Бұны бір оча білмек керек деген фікірде Зөре ханым. Олар біздің Қырым татар медениетімізні ве орнеклерімізні білмек кереклер. Оча бұны огрені балаларға еткізмеге борчылу. Балалар бұны білмелелер, чүнке анда чоқ шей бар, бұ пек мерақлы. Киімлер, марамалар, нағышланған панно, Зөре Зиядинованың әсерлері чоқ. О бір қач техникаларда нағышлай, мақлама, татар ішлеме, сап ішлеме, букме, ве қаснақ, айры дыққатқа қоран қаплары малик. Уста ханым дегер әсерлері ненде ғұрурлана. Бірінші япқан ішлерім бұ екібін бірінші сенесі. Елек қадын қызлары чун нағышладым. Бұ мықлама усылнен япылған, пұл усылы ве букле усылнен япылған елек. Зөре Зиядинованың бұйық ве муабет қорантасы уч евляды весекі сторыны бар. Олар да кичик ама мен әменім оларға бұны огретірім. Олар мана келелер менің ішлерімі нағыш деген ұсталықны көрелер. Мен бұна қованам. Сон есе истеклері олса, қысмет олса, сақ олсақ, огренерлер ерше огде. Зөре Зиядинова диве сашелер ақында арс әте. Ерке сақ селемет олғаны ақында арзетем. Бірінші невбетте менің балларыма, туғанларыма, женлеріме ве әлбетті торунларыма сағлық тілейім. Бұ қадын Қырым татар нағыш ұсталығына өмірінің 15 еліні бағышлады. Уста ерішкен ноқтасында тоқталмайып, дайыма мүкемелеше. Сергілерде іштірақ әте ве курсларға қатнай. Зөре ханымның фікірінже бұ ұсталықны өмір бойы огренмек мүмкін. Алиме Мустафаева, Сусана Садыкова, Арсен Фукала, Миллет үшін Жанкой района. Ратлық күнлері Милли телеканалында Қырымның әсас информацион программасы Жума әртісі ве базар күнлері саат 19:30-та Айшы Шулакова нәтижелерілі қачырманыз. Милли медениетіміздің яшайышында яны басамақ. Ершей пек оңайтлы ве яқшы япылған. Президентіміз сақ олсын, коллектив сақ олсын ве муфти бейіміз. Қырым татар академик музыкаль драма театры Тамираттан сон açıldı. Илим ве технология елінің en muhim tedbiri. Встречи есть, возможно. Көрішівлер бар. Сізде ось шахси проектлеріңіз ве бераберлікте япалған лейхалар ақында сөз юрсетмеге имканларыңыз бар. Келечекте не yapmaq кереклігі ақта түшінмеге. Сочиде яш алимлер конгрессы en illeri yaşlarını birleştirdi. Қырымда Сириус модели бойынша тәсіл меркезі яратылacak. И таким образом Бөлелікнен спорт, илім ве санат Қырымның бір балларының инкишафы үшін гүзел механизм olacak. Талант и успех адлы форумның ребері Русия президенті огында илім ве тәсіл бойынша шураның азасы Елена Шмелева еле эксклюзив интервьюсы. Құрылып бітмеген иншат йықылacak. Біз анлайдық. Бұл энергия. Бізге оны тақдим еткенлері кебі. Қапсыз дегіл. Қырым АЭС станциясының құрылып бітмеген реактор залы йықыла. Бүгінге бұл эпісі хаберлер Милли телеканалынан айырылмаңыз. Қайырлы ақшамлар.